иә, аха. Бүгін тамаша күн, оразаның бірінші күні, қабыл болсын ұстаған кісілерге. Жаңадан келген қосылып жатқан адамдар болатын болса, оразаларыңыз қабыл болсын. Зумға қош келдіңіздер. Бүгін керемет мынау зумды жүргізетін несі де аты да, қант диабетіне арналған, сахарный диабетке арналған көп кеңестер алуға мүмкіндік болып тұр, сіздерге. Сол үшін жас 3-ші курс студенті, қазіргі таңда Көкшетау қаласында оқып жатқан 3-ші курс студентіміз, Камила Мерзахмет, қазіргі таңда жай болса да тыныш бизнесті қолға алып, жас болса да қолға алып жатқан, қазіргі таңда. Соны жақсылап тыңдайтын болсақ, микрофондарымызды өшіріп, көп ақпарат аласыздар деп ойлаймын. Өте қуаныштымын. Камила, саған микрофон. Саламатсыздар ма? Спонсор көп рахмет. Сол сөздеріңізге, представление көп рахмет. Баршаңызға ораза айы қабыл болсын. Бүгінгі кіріп келіп жатқан өзім жайлы қысқаша айтып кетсем, есімім Мырзахмет Камила, Көкшетауда, яғни Шоқан Уәлиханов университетінің 3-ші курс студентімін. Яғни білім саласында, система образования оқып жатқан жайым бар. Қазіргі уақытта Forever компаниясында ассистент супервайзермін. Бүгін сіздермен бөліскелі отырған тақырып, яғни сахарный диабет және Forever Living Products компаниясының өнімдері туралы. Сахарный диабет дегеніміз біріншіне. Сахарный диабет дегеніміз адамға ең маңызды жаңағы көптеген функцияларды атқаратын жаңағы органның бірі ұйқы безінің ауруы болып табылады. Яғни оның негізгі қызметі инсулин бөлу және қандағы глюкозаны қантты қалыпты жағдайда ұстап отыру екен. Қазір сіздермен демонстрация жасап жіберсем. Осы жаңағы сахарный диабет дегеніміз қалай басталады ең басында, анимация. Қалай басталады? Көп кісілерде мысалы басталу себебі мысалы керек қалыпты жағдайда, қажетті жағдайда инсулиннің дұрыс бөлінбеушілігінен болады көп жағдайда. Мысалы жаңағы адамдар толық кісілер мысалы майдың көптігінен мысалы адамдарда инсулин дұрыс бөлінбей жатады кейбір кездері. Ал кейбіреулерінде мысалы сахарный диабетте мысалы қалай айтсақ болады, қантты өңдей алмай қалып жатады ағза. Сол секілді дәл қазіргі уақытта 2 түрі бар. Негізі сахарный диабеттің қазір көп кісілерде таралып әлем бойынша жиі кездеседі екен. Яғни бұл қандай түрлері? Бірінші түрі мысалы инсулинге тәуелді түрі, екінші түрі инсулинге тәуелсіз деп айтылады екен. Инсулинге тәуелді түрі бұл сахарный диабеттің мысалы адамдарда инсулиннің дұрыс бөлінбеушілігінен болатын екен. Инсулин деген өзі гормон, өсу гормоны, яғни ағзадағы дұрыс бөлінбеген кезде, мысалы жетіспеген кезде даму, адам қалыпқа келуі, органдардың дамуы деген сияқты нәрсе дұрыс қалыпқа келмей жатады екен. Ал екінші түрі инсулин қажет етпейтін. Инсулин қажет ететін түрі бұл енді 30 жасқа дейінгі кісілерде көп кездеседі екен. Яғни 10% адамдарда осы сахарный диабетпен ауыратын кісілердің 10% где-то осы инсулинді қажет етпейтін сахарный диабет түрімен ауырады екен. Ал инсулинді қажет ететін дегеніміз бұл енді организмде болғанымен қанның деңгейіндегі қанттың дұрыс жетіспеушілігі, яғни дұрыс вырабатывать етілмеу екен. Осы диабеттің последствиясы мысалы асқынып кеткен жағдайларда жаңа қан тамырлары үлкейіп, кеңейіп немесе қандай да бір өзгерушіліктер пайда болады екен. Және сонымен қатар адамның көру жүйесі бұзылады екен. Одан кейін бүйрек мысалы отказать етеді. Енді қатты асқынған жағдайда, және жүрек қан тамыр жүйесі осындай жағдайларда әсер етеді екен. Қатты асқынып кеткен жағдайлар, сонымен қатар мысалы аяқ
адамның аяқ бөлігінде, аяқ жағында қан айналымы дұрыс болмайды екен. Қан айналымы дұрыс болмаған соншалық кейбір кездері қатты жағдайларында аяққа ампутация жасауға дейін келеді екен. Яғни ампутация дегеніміз аяқты, яғни кесіп алып тастау, иә. Негізі осы сахарный диабеттің негізгі причиналары ауыр салмақ, мысалы салмақ көптілігі, және аз қозғалатын, мысалы отырықшы өмір салты деп айта жатамыз. Мысалы жаңағы бір жерде отырып, жаңағы тұрып жұмыс істемей, мысалы отырып жұмыс істейтін кісілерде, мысалы, иә, сондай кісілер көп болады екен, мысалы. И одан кейін бірақ бұл сахарный диабетпен ауыратын кісілерде, мысалы, баласына берілмейді, жаңа туылған балаға берілмейді екен, жаңа наследственность ретінде, тұқым қуалаушылық ретінде берілмейді екен. Және неправильное питание. Мысалы, дұрыс тамақтанбау, тәтті көп жеу, тез тамақтану, мысалы, иә. Жаңағы қайтып жатамыз, тәттілер, выпечкалар, осыларды көп жеуде осы неге алып келеді екен, иә. Сахарный диабет негізінен опасный жаңағы аурулардың түрі, жаңағы қанша жыл бойы емделуі қиын аурулардың түрі болып табылады екен. Негізінен жаңа айтып кеткендей, даже ампутацияға дейін апаратын, иә. Бұл не кезінде, сахарный диабет кезінде, сонымен қатар жаңағы жүректің, мидың жаңағы қан айналымы дұрыс болмайды екен, инфаркт болуы мүмкін, мысалы инсульт болуы мүмкін. Дәрігерлердің айтуы бойынша, мысалы, бұл ауруды жазу негізі өте қиын, бірақ оны жаңа жеңілдетуге болады. Яғни қалай өмір сүруге, полноценный адам, мысалы, ауыратын кісі полноценный кәдімгі адамдар сияқты өмір сүруге дейін жеңілдетуге болады екен. Барлық осы сахарный диабеттің формаларында бірінші орында дұрыс тамақтану рөл атқарады екен. Өйткені көп кісілерде, мысалы, салмақ қосылуы мүмкін. Осы салмақ қосылғанда немесе жаңағы тағы басқа жағдайларда адамның жаңа состояниесін дұрыс жағдайға келтіру үшін, мысалы, С9 өнімдерін, Фит1, Фит2, мысалы, недегі Forever Living Products өнімдерінен қабылдауға өте керемет көмек екен. Сонымен қатар осы жаңағы ұйқы безінің жұмысын жақсартуға арналған Forever Living Products өнімдері туралы, яғни сахарный диабетпен ауыратын кісілерді жаңағы өмір салтын бір қалыпты ұстап тұруға, ауруын жеңілдетуге арналған өнім түрлерін қазір мен сіздерге мысалға келтіріп кеттім. Бірінші тұрғанымыз бұл алоэ вера гелі, барлығымыз білеміз, иә, бірінші очередьте берілетін. Алоэ вера гелі жайлы қысқаша болғанда толығынан айтып кеткім келіп отыр. Бұл гель өте керемет. Ең бірінші ұсынатын өніміміз, иә, ішінде 240-тан астам питательный компоненттер, 20 минерал, 18 аминокислота адам ағзасына қажетте, оның әрбірі жаңағы басқа несі жоқ, ауыстырмасы жоқ, иә, 12 витамин, осындай өнім болып табылады екен. Алоэ вера гелі негізінен 96.2% таза алоэның жоғары сорты барбаденсис миллер сортының стабилизированный гелі болып табылады. Жаңа құрамын айтып кеткендей, бұл гельді мысалы ішкен кезде өңешімізден бастап асқазан, ішек жолдары, тоқішекке дейінгі барлық ағзаны тазалап, мысалы адамның ішіндегі жаңағы біз қабылдап жатқан тағамдарда минералдар, витаминдер, көмірсулар деп жатамыз, аминокислота, осының бәрін сіңіретін түктер болады. Әрбір ішек жолдарында, жаңа ішкі қуыс органдардың барлығында осы түктерді тазалап, жақсы жұмыс жасауына көмектесіп, ағзаның иммунитетін көтеріп, сонымен қатар жаңағы кишечникті тазалап отырады екен. Кишечник не үшін ерекше айтылады? Себебі адамның иммунитеті осы кишечникте орналасқан. Біз мысалы қанша жылдар бойы тамақтанып, мысалы қазіргі уақытта консерванттар жеп жатамыз, мысалы пестицидтер болып жатады. Күнделікті жеп жатқан тамақтарымыздың арасында да пестицидтер болуы мүмкін. Осыларды жеу арқылы біз ағзамызды шлакпен, токсиндермен толтыруымыз мүмкін екен. Осы толтырған жағдайда, мысалы, көп шлакованный организмдер, мысалы, минералдарды, витаминдерді қабылдау қиын болады екен. Оның үстіне кез келген ауруға, мысалы, оңай берілуі, аурулардың асқынып кетуі де осы жағдайлардан болады екен. Себебі ағзаның иммунитеті шыдап бере алмайды екен. Өйткені иммунитет кишечникте. Осы кишечникті тазалауға арналған өте керемет
стабилизированный алоэ гелі, осы алоэ вера гель сары бочонктағы 1 литр болады. Күніне мысалы таңертең және кешке ұйықтар алдында 30-50 мл ішіп отыру керек екен. Организмді шлактоксиндерден тазалайды, сосуд оживляет, және органдардың жаңағы жұмыс жасауын жақсартып отырады екен. Келесі өнімге келетін болсақ, алоэ шайы. Алоэ шайы бұл 4 жылда бір гүлдейтін алоэ өсімдігінің алоэ өсімдігінің гүлінен жасалған. Сонымен қатар ішінде бұның не бар? Ішінде көптеген шет елдерден келген жаңағы гүлдер, неше түрлі өсімдіктер, осының барлығынан қосындысы ретінде осы шайды жасап шығарған. Мысалы айтып кететін болсақ, мысалы Китайдан, Египеттен, Индиядан, Гватемаладан, Ямайка және тағы басқа жерлерден, мысалы елдерден осындай кардамон, мысалы ежевика, жаңағы жапырағы, цедра, апельсин, мысалы осындай өнімдердің барлығы, имбирь, осының барлығы көптеген елдерден әкелініп жақсы деңгейде жасалған өнім екен. Бұл енді көбінесе жаңағы успокоить ететін действиясы успокоить етеді адамды. Мысалы күнделікті шаршап келіп жатып жұмыстан, мысалы қазір любой жерде стресс, мысалы оқуда да стресс, көшеде кетіп бара жатсаң да стресс. Адамдар тез ашуланып кетеді. Өзіміз де тіпті вспыльчивымыз, тез ашуланып, тез басыламыз. Сол үшін өте керемет шай, иісі де, дәмі де өте керемет, бір демдегеннен бұрғап шығатын. Мысалы 2 литр суға демделеді. Судың орнына ішуге өте керемет. Кешкіге вообще күшті, мысалы ұйықтай алмай жатқан кісілерге де мысалы ұйқыны тез келтіріп, өйткені жаңа нервті успокоить етеді екен. Одан кейін тұрған өнім Forever Light Ultra коктейльдері. Бұл енді аминотенді коктейль. Ішінде неше түрлі витаминный минеральный комплекс. Бұл үлкендерге де, немесе кішілерге де барлығына арналған, салмақты реттеуге арналған наборға қосылатын өнімнің бірі болып табылады. Ішінде шоколадты және ванильді 2 түрлі дәмі бар. Бұл коктейльдер мысалы күнделікті бір мезгіл тамақтың орнын баса алады екен. Таңертеңгі, түскі немесе кешкі тағамның орнын баса алатын өте керемет коктейль болып табылады. Мысалы кішкентай балаларға бергенге де өте керемет. Қалай айтсақ екен, сүтке дайындап, жаңа бутылкамен алып шығатын болса, мысалы жолға шыққан кезде немесе басқа кездерде балаға бір реттік тамақ ретінде бергенге өте керемет. Оның үстіне кім ұнатпайды, шоколадты, ванильді дәмді. Және Garcinia Plus өнімі. Бұл енді өте уникальный биодобавка. Уникальный биодобавка. Ішінде жаңағы салмақ тастауға арналған ингредиенттер қосылған. Құрамында мысалы натуральный жаңағы оңтүстік азиялық ағаш, яғни Garcinia камбоджский деген ағаштан алып келінген жаңағы соның жидектері бар екен ішінде. Мысалы оның жаңағы жидектерінің өзі апельсинмен размері бірдей, сыртқы жағы бірақ жаңағы неге асқабаққа ұқсайды екен. Бұл негізінен бұл жаңағы фрукты, жеміс негізінен, жидек деп айтып кеттім, жаңа осы жеміс негізінен көп жағдайда бұрынғы уақыттарда жаңа кулинарный және емдейтін жағдайларда көп қолданған екен. Индияда және Таиланд елдерінде. Бұның кожурасын жаңа кептіріп, гидроксилимонный кислота жасайды екен. Бұның качествосын мысалы 1960 жылы тауып, осы жаңағы айтып кеткен кислотаға бекітіп, организмнен жаңағы углеводтар мен жир, яғни майды жаңағы снизить ететін, майды ертетін қасиетке ие екенін тапқан екен. Бұл енді жаңа айтып кеткендей
салмақ тастау үшін адамның ағзасындағы тамаққа деген қажеттілікті басып, яғни тәбетті басып тұрады екен. Құрамында жаңа айтып кеткен фруктының, жаңағы гарциния камбоджский деген фруктының сырты, кожурасы, масло, желатин, және таза су, жаңағы ара өнімдерінің жіпшелері, өзіміз білетін өнімдерден, осындай өнімдер екен. Келесі өнімге келетін болсақ, полиозелень. Полиозелень не үшін қолданылады? Полиозелень бұл енді күнделікті, мысалы біз қаланың өмірінде де, дәл қазіргі уақытта ауылдың өмірінде де күнделікті жаңағы тез дайындалатын тағамдарды жейміз. Жаңағы мысалы свежийдан жасалама, немесе уже дайындалып болған тамақ па, 1-2 уақыт бұрын, оған қарамастан мысалы тез дайын болатын тағамдарды көп жейді екенбіз. Бірақ осы жеуімізге қарамастан біздің овощтың, фруктының біздің рационымызға қажеттігін ойлап, Forever Living Products компаниясы осындай керемет өнім ойлап тауып отыр. Бұның ішінде тек витаминдер ғана емес, осы жаңағы жас балғын шөптерден, яғни жаңағы өсінділерден жасалған, ячменнің өсінділерінен жасалған осындай керемет өнім полиозелень тауып жасап беріп жатыр бізге, өндіріп. Бұл енді хлорофилдің өте көп несін және мөлшерін, белок, витаминдер, ферменттер және тағы басқаларды қамтамасыз етеді. Құрамында сонымен қатар микроэлементтер, калий, кальций, марганец, магний, железо, натрий, медь, фосфор, цинк, марганец деп айтып жатамыз. Осының барлығы кездеседі екен. Және бұл енді қан айналымды жақсартады, және тағамның дұрыс сіңуіне, мысалы ағзадағы күнделікті, мысалы овощтер мен витаминдердің жетіспеушілігін қалыпқа келтіруге арналған өте керемет өнімнің бірі екен. Келесі өнім натурмин. Натурмин өнімі бұл енді натурмин минералды, натуральный минералдар жиынтығы болып табылады. Құрамында көптеген минералдар бар. Күнделікті мысалы біздің ағзамыз күнделікті бізге қажетті минералдарды өзінен өзі синтездей алмайды. Яғни осы эволюция сатысында біздің ағзамыз бұндай қасиетінен айырылған екен. Күнделікті біз тағамдардан да минералдар алған күннің өзінде оның барлығын біз вырабатывать ете алмайды екенбіз. Сондықтан ағзамыз күнделікті минералдар мен витаминдерді қажет етіп отырады екен. Минералдар адам ағзасында аз болған уақытта қандай адамда өзгерістер пайда болады? Мысалы ағзаның жаңағы шаршауы, ұйқышылдық, мысалы жұмысқа қабілет төмендеуі, мысалы осының барлығы минералдардың, витаминдердің жетіспеушілігінен, бас аурулары осының барлығы осы минералдардың жетіспеушілігінен болады екен. Сол үшін натурмин өте күнделікті ағзамызға қажет өнімдердің бірі болып табылады екен. Одан кейінгі өнім Forever маточное молочко. Forever маточное молочко бұл енді ара өнімі, жаңағы ара өнімі болып табылады. Бұл енді королева өнімі деп аталады негізен. Корольдық өнім. Мысалы тарихына шамалы тоқтап кететін болсақ, аралар жайлы қысқаша айтып кететін болсақ, негізінен аралар, жаңа баларалардың өзі екі түрге бөлінеді, аналық және аталық баларалар деп. Олардың аналық баларалар мысалы 6 жылға дейін өмір сүреді екен, жоқ, 6 жылға дейін, ал жаңағы еркек, яғни сондай баларалар, олар 6 айдай өмір сүреді екен. Одан кейін олардың жұмыстары, бір қызықты мәлімет болсын, олардың жұмыстары мысалы жаңағы ұрғашы емес баларалар, мысалы ұрғашы жаңағы балараларға күнделікті өздерінің тапқандарын әкеліп беріп отырады екен. Және олар баларалар мысалы бір рет жұмыртқа салған кезде 600-ге дейін жұмыртқа салып отырады екен. Осы аналық баларалар аталық балараларға қарағанда көбірек өмір сүреді, сонымен қатар олар үлкен болып келеді екен. Бірақ осы жаңағы аталық баларалар алып келіп берген өнімдерден жаңағы жей отырып, мысалы жаңағы аналық балараның езуінен бөлінетін жаңағы
безземлердің типа сілекей сияқты нәрсе ғой. Осы маточное молочко деп айтылады екен, иә. Аналық бал араның сүті деп айтылады екен. Сол үшін өте керемет таптырмас өнім. Бұл енді маточное молочко өзінің құрамында мысалы мысалы А, С, Д, Е витаминдері бар. В витаминдерінің өнімдері. Жаңағы В витаминінің қатарындағы витаминдер, мысалы В12 деп жатамыз, В1 деген сияқты, витамин ПП, ферменттер мен фитонцидтер болады екен. Және ең маңызды құрамының бірі В5 витамині. Ол енді жаңа адамның ағзасындағы белоктардың синтезіне, жаңа белоктардың метаболизмде өте керемет рөл атқарады екен. Сонымен қатар мысалы жаңағы майдың, көмірсулардың және көптеген гормондардың жаңағы обмен жасау, мысалы айналымына өте керемет рөл атқарады екен. Сонымен қатар одан басқа мысалы маточное молочко протеиндермен бай болып келеді екен. 18 аминокислота құрамында. 8-і оның ішінде 18 аминокислотаның ішінде 8-і өте незаменимый сондай аминокислоталар құрамында бар екен. Және сонымен қатар микроэлементтер мен макроэлементтер кездеседі екен құрамында. Бұл енді негізінен бұл өнім ағзамыздағы зат алмасуды қалыпқа келтіріп, адамның умственный жаңағы ақыл-ойын жоғарылатып, физикалық тұрғыдан мысалы жұмысқа деген способностьтарды жоғарылатып, жұмыс істеу қабілеттеріне және энергичный болуға және стресстерге қарсы тұруға өте керемет әсер ететін өнімнің бірі болып табылады екен. Жаңағы барлық продукцияның барлығы жаңа айтып кеткендей, бірінші очередте иммунитет көтеруге, яғни бірінші айтып кеткен өнімдер, ең бірінші алоэ вера гель мен чай екеуі бірге бірінші организм тазалауға, организм тазалағаннан кейін ғана біз витаминдер, минералдар, витаминдердің барлығын ағзамызға жақсы сіңіре алады екенбіз. Екінші айтқандары уже весті тастауға арналған. Себебі осы сахарный диабет кезінде адамдарда вес жоғары болып келеді екен көп жағдайда. Осы весті тастауға, қалыпты жағдайда ұстап келуге әсер ететін өнімдер екен. Және келесілері уже минералдар, витаминдер, жаңа айтып кеткендей, ағзаны қалыпқа келтіретін, кровообращениені жақсы жұмысқа келтіретін, жүректі және қан айналым шеңберлерін жақсы жұмысқа келтіретін. Жаңа айтып кеткендей, мысалы сахарный диабет кезінде қан айналым бұзылады, қан айналым бұзылғаннан кейін жаңа көздің көруі және аяқтағы қан айналым бұзылады деп айтып жаттық. Осыған өте керемет өнімдер болып табылады екен. Бұл өнімдер негізінен лекарство емес, дәрі емес, емдейді деп те айтпаймыз. Себебі бұл сахарный диабеттің өзі негізінен емделуі өте қиын аурулардың бірі болып табылады. Бірақ осы жаңағы ауруды бір қалыпта ұстап, яғни адам ағзасын күнделікті мысалы жақсы өмір сүруге болатындай жағдайға келтіруге болады екен. Сол үшін осы жаңағы ауруды жеңілдетуге және қалыпты өмір салтында өмір сүруге арналған, осы ішуге арналған өнімдерді дәл қазір мен сіздерге жіктеп айтып бердім деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.